Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі айтайын дегенім, мынау әр қазағым жалғызым дейді ғой. Осы облысымызда бір ағамыз қатты ауырып отыр екен. Онкологийскиймен, асқазанынан онкологийский болған екен. Әзір Түркия елінде химия алып операция болуға дайындап жатқан ұқсайды ағамызды. Сол ағамызға Алла разылығы үшін қолымыздан келгенше көмектесіп жіберсек, және де дұғада болыңыздар, қолдан келгенше көмектесіп, әйтеуір ағамыздың орнынан тұрып жүріп кетуіне, бала шағасының, немерелерінің алдына келіп ойнап күліп отыруға атсалыссақ. Енді менің айтып отырған себебім, мен өзім қаншама ауруды бастан кешірдім, басынан өтті, өліп қалам деген кездер де болды енді өзімде. Әзір Құдайға шүкір, жақсымын. Енді екі аяқтан айырылсам да, қолдар мындай жағдай болса да, бірақ орнынан тұрып жүріп, жаңағыдай коляскамен жүрсем де жүремін енді. Бұны айтып жатқан себебім, ауруды басынан өткізген адам, қиналған адам біледі да мұндайды. Сол үшін өтініш сіздерден, қазақ елі, көмектесіп жіберсек, Алла разылығы үшін, отбасына оралуға, немерелерін құшағына алуға, бала шағалардың құшағына келуге, сіз боп, біз боп көмектесіп жіберсек. Бұл ағамыз енді өзі өте керемет жанды, өзі өте керемет адам еді. Кішіпейіл, жақсы кісі еді. Енді мынау Алла тағалам ауруды шыдаған адамға береді. Бұның бәрі ауру сынақ енді. Құда қаласа, бұл ағамыз жазылып, отбасына оралуға Алла тағалам нәсіп етсін. Алла разылығы үшін көмектесіп жіберейік ағайындылар.